Ассалаумалейкум. Так, бізде бүгін қарашаның 13-і жұмыртқа жинау процесі. Так, сіздермен бірге санаймыз. Мына жерде біреу. Бисмилля. Так, мында 4-еу. Бесеу, тау, 7-еу, 8, 9, 9. Мында біреу отырып алыпты. Так, мында екеу жатыр. 11 жұмыртқа, мына біреу жатыр. Туатын шығар, скорее всего. Так, бүгін мен, в общем, общий 11 жұмыртқа. Так, бүгін жемге осындай ащы бұрыш қосамыз. Бұл заодно тауықтардың иммунитетін көтереді, заодно жұмыртқа тууына, жақсы тууына себепкер болады дейді. Осылай аздап қосамыз. Так, осылай түнделетіп көршінің үйіне шөп алып жатырмын. Жұмыртқа туатын жердің шөбін, опилканың орнына шөп қоймасам, теп-тегіс болып формасын ұстап опилка жұмыртқалардан болады. Так, міне бір айналып келдім. Бағана отырған тауық әлі отыр. Астын көреміз қазір. Опа, бір жұмыртқа бар астында. Ол бір жұмыртқа туды. Сонда бүгін получается 12 жұмыртқа туып тұрған тауықтар. Жаман емес. Осындай процесстер көп болсын. Бірін-бірі аңдып жүрген біреу. 4 атеш. 4 атеште де уақыт жоқ. Түк уақыт жоқ. Енді айқайлап мұнда тағы біреу отырып алды. Ол да туады қазір. Скорее всего. Ол не себепті десеңіздер, мынау жарық қой. Жарық болса негізі көп туады деп айтады ғой тауықтар. Сондай болып тұр ғой, мынау да отырып алыпты. Жаңа мынандай шөптерін ауыстырып тастаған мына жерге. Опилканың бәрін алып, жай шөп төсеп қойдым. Жалпы бүгін ертең демалыс менде. Тауықтармен айналысатын боламын ертең мына жердің бәрін шығаратын шығарып. Мына жердің бәрін тазалап. Мынау нәрсе өте дұрыс нәрсе екен. Су төгілмейді, су бұлғанбайды.
өзімен өзі тұрады, в общем. Өте жақсы нәрсе екен. Тауық қораға. Мына жердің бәрі құрғақ. Астың бәрі. Жалпы бүгінгі жаңалық осы. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.